Күн тәртібі бойынша бір сұрақ. Біз енді кез келген апатты жағдайда, шахтада да, барлығында да ертесі күн талқылаушы едік. Елде болып жатқан үлкен апат бойынша талқылау бола ма, қашан болады? Соңғы 30 жылдағы ең үлкен, ең масштабты су тасқынының бірі деп сарапшылар айтып отыр бүгінгі күнде. Ал біздің кейбір аудандарда дайын тұруы тиіс қайық пен су етіктің өзі атымен жоқ. Сондай-ақ су соратын насостар. Микрофон қосыңыздар депутаттың. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Енді құрметті депутаттар, күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз, қосымша сұрақ. Зайытов Ринат Рифқатұлы. Рахмет, қайырлы күн барлықтарыңызға. Күн тәртібі бойынша бір сұрақ. Біз енді кез келген апатты жағдайда, шахтада да, барлығында да ертесі күн талқылаушы едік. Елде болып жатқан үлкен апат бойынша талқылау бола ма, қашан болады? Бұл бойынша, егер сіздің көтеретін мәселелеріңіз болса, депутаттық сауалдарды аяғында қарастырамыз, сол кезде мәселені көтеруіңіз болады. Рахмет. Басқа жоқ қой сұрақтар? Құрметті әріптестер, келесі 3 заң жобалары да бір-бірімен байланысты. Сондықтан олар бойынша ортақ баяндама жасап, қаулыларға жеке-жеке дауыс беруді ұсынамын. Қарсылық жоқ қой? Онда мемлекеттік сатып алу туралы негізгі заң жобасы және оған ілеспей 2 заң жобалары. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сатып алу және заңнамалық актілерді нормалардың артық заңнамалық регламенттеуі тұрғысынан ревизиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және де Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы жөнінде бүгін біз бірінші оқылымда қараймыз. Сөз Қазақстан Республикасының қаржы министрі Такеев Мәди Төкешұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, баршаңызды бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің бағасына емес сапасына басымдық берілуі тиіс. Мемлекеттік сатып алудың жаңа сапалы жүйесін құру туралы тапсырма берілген болатын. Бұл ретте қаржы министрлігімен мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасында келесі шаралар ұсынылады. Бірінші блок. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру. Біріншіден, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің деректерін кеңінен пайдалану арқылы өнім берушілердің таңдауын бағаға қатысты емес өлшем шарттарды дамыту. Екінші, қатысушылардың біліктілігін арттыру үшін сатып алуды тиісті беделі бар өнім берушілер арасында жүзеге асыру ұсынылады. Өнім беруші туралы ақпарат әртүрлі дерек базаларынан пайдалана отырып қалыптастырылады. Бұл сатып алудың барлық түрлері бойынша баға мен сапа өлшем шарттарын үйлестіре отырып, өнім берушілерді автоматты түрде таңдауға мүмкіндік береді. Екіншіден, құрылысқа байланысты жұмыстар бойынша қоғамдық мониторинг енгізу. Тапсырыс беруші тарапынан шарттың тиісінше орындалуын бақылау, құрылыс сапасын арттырудың маңызды шарттарын бірі болып табылады. Осы ретте жұмыстарды орындау кестелерінің шарттардың орындалуы бойынша есептерді жалпы қолжетімді етіп жариялау, сондай-ақ шарттарды орындау мониторингте қоғамдық кеңестерді тарту ұсынылады. Үшіншіден, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді, әлеуметтік, экономикалық және экологиялық аспекттерді ескере отырып, сатып алуға негізделген орнықты мемлекеттік сатып алу элементтерін енгізу. Сонымен қатар, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заң жобасымен мемлекеттік сатып алу саласындағы әкімшілік жауапкершілікті қайта қарау көзделген. Құрметті депутаттар, мемлекеттік сатып алу бүгінгі таңда еліміздің дамуына тікелей әсер етеді, ең күрделі салалардың бірі болып табылады. Осы ретте мемлекеттік басшының тапсырмаларын ескере отырып, мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіруге ат салысып отырғандарыңыз үшін көп рахмет. Назарыңызға рахмет. Рахмет, баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Енді құрметті Мәди Төкешұлы, сіздер білесіздер, мынау сатып алу кезінде сатып алудың қорытындыларына шағым келтіру, шағымды қарау, мынау кәсіби шағымданушылар деген мәселе бар. Ол шағымды қарау кезінде жемқорлық бар, ол мәселе талай талқылануда. Мынау сіздің заң жобаңызда шағымдарды қарау алгоритмін өзгерту ұсыныпсыз.
ұсынылған. Енді заң жоба бойынша шағымдарды қарау жөнінде комиссияны бақылаушы орган емес, сатып алуды ұйымдастырушы құратын болыпты. Былай қарап тұрсаң, егер де мемлекеттік сатып алуға қатысушының шағымын комиссия ретінде ұйымдастырушының өзі қараса, онда әділдік қайда? Бұл мүдделердің қақтығысы ғой. Орысша айтқанда конфликт интересов. Ал мүдделердің қақтығысы бұл жемқорлықтың бір белгісі. Мәди Төкешұлы, бізде мынау мәжілісте сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң жобасы қаралып отыр. Әріптесім Айдос Сарым сол заң жобада жетекші, мен жұмыс тобының мүшесі. Сол заң жоба аясында біз мүдделердің қақтығысы және басқа да жемқорлықтың белгілерін нормалардан алып тастап отырмыз. Ал сіз мынау заң жобада қайта жемқорлыққа мүмкіндік беретін мүдделердің қақтығысы нормаларын кіргізіп отырсыз және қабылда деп отырсыз. Мұны қалай түсінуге болады? Рахмет, Бақытжан Жұмабекұлы, сұрағыңызға. Иә, бұл заңдағы ең күрделі мәселенің бірі. Өздеріңіз білесіздер, бізде ішкі аудит комитеті бар. Олардың бүгін таңда конкурстың шешімін қайта қарауға, теріс шешім қарауға мүмкіндіктері бар. Сол жерде тікелей жемқорлықпен тікелей байланыс бар деп санаймын. Ондай фактілерді бізде бар. Оны білесіздер, оны бізде әкімдіктерде бәрі айтып отыр. Енді сондықтан біз осы функцияны ішкі аудит комитетінен алып тастайын деп жатырмыз. Ішкі аудит комитетін біз басқа жаққа бюджетке бұрып жатырмыз басын. Оларына планированиен бастап, жоспардан бастап жұмыстарын сол жаққа бұрып жатырмыз. Енді жаңа айтып кеткен өз баяндамын айттым ғой. Біз кішкене ауыстырып жатырмыз. Ол енді ұйымдастырушы өз базасында жоғары органдарды солар арқылы жұмысын атқарады. Мысалы, аудандық акимат болса, ол енді областнойды шақырады, мәслихаттың депутаттары болады, комиссияға. Солар ананы қарау керек деп санаймыз. Депутат Базарбектің микрофонын екінші рет қосыңыздар. Енді Мәди Төкешұлы, өзіңіз білесіз, аудан әкімі және жоғарыдағы облыс әкімі бәрі бір мүдделі. Мына конкурстың ұйымдастырылуына, сауда-саттықтың ұйымдастырылуына мүдделі. Сіз өзіңіздің мүдделерінің қақтығысы екенін біліп тұрсыз. Ондай норма заңда болмау керек екенін біліп тұрсыз. Ол аудан әкімі емес, облыс әкімі мүдделі. Осы конкурсқа шағым келмеудің негізгі несі, ол облыстық әкімдіктен басталады. Қала әкімдігінен басталады. Ол жоғарыдағы органдар қадағалай алмайды. Оны бақылаушы орган қадағалау керек. Бақылаушы орган осыны жаңағы комиссияда шағымды қарау керек. Онда бақылаушы органды комиссияда кіргізейік. Бірақ бақылаушы орган өзі қарамау керек. Бұл комиссияға жергілікті депутаттар да, қоғам өкілдері де кірмей ме? Солар да кіреді, солар бақылайды ғой. Мәселе барлық бұл жерде шешетін депутаттар. Микрофонын қосыңыздар. Үшінші рет осымен аяқтаймыз. Бұл жерде комиссияның құрамында депутаттарда, қоғам өкілдері де бәрі кіреді. Бірақ та бәріміз білеміз ғой, мәселені шешіп қол қоятын әкім. Ал шағым келтірген кезде ол әкім қарамайды, оны облыс әкімі қарайды бұл шағымды. Бірақ облыс әкімі тікелей бұл шағым түспеуіне мүдделі. Сонда біз осы заңмен сыбайлас жемқорлыққа бір мүмкіндігін беріп отырмыз. Сіз қандай ұсыныс беріп отырсыз енді? Алып тастау керек бұл норманы. Сонда ешкім бақыламайтын бола ма? Жоқ, бақылау органдарына комиссия шағымдарды қарауды бақылау органдары беру керек. Осыған дейін бақылау органдары соны бақылап келді ғой. Біз ескі заң солай болды ғой біз. Жоқ, бақылау органдарын күшейту керек. Бірақ та ұйымдастырушы қарамау керек бұл мәселе. Кім ол бақылау органдары сіздің ойыңызша? Сатып алу саласына өкілетті. Сатып алу саласында бізде комитет болды. Бұл бизнес болып кетті. Сіз өңірде жұмыс істесеңіз, мына депутаттар біледі өңірден келген. Бұл бизнес болып кетті. Сондықтан қазір мынау менің ойымша, бұл мен депутат ретінде мен өзім айтып отырмын, бұл өте дұрыс, нақты норма деп мен ойлаймын. Сіз өз пікіріңіз бар, екінші оқылымға дейін оны талқылауға болады. Солай ма? Жақсы. Депутат Толықбаев Мақсат Мәлікұлы. Рахмет, құрметті төраға. Бұл енді біз көптен күткен өзекті заң жобасы
Тендердің айналасындағы сыбайлас жемқорлықты осы мемлекеттік сатып алуда жатыр. Менің айтқым келгені, заң жобасында осы бәсекелестікті дамытып, жемқорлық риск, тәуекелділікті азайту мақсатында қоғамдық мониторинг енгізіліп жатыр. Осыған байланысты сұрақ. Әрине енді азамат қоғам мықты болмай, мемлекет мықты болмайды, барлық салада қоғамдық бақылау енгізуіміз керек дейміз. Енді қоғамдық мониторинг субъектісі деп болайық. Осы веб-порталға кірді, құжаттарды қарады, зерделеді, қандай да бір заң бұзушылық тапты. Ары қарай әрекет қалай болады? Нақты бір алгоритм бар ма осы жерде? Сұрақ осы. Түсінікті, Мақсат Маликұлы, сұрағыңыз. Иә, бүгін жаңа тиісті әрекет бар. Айтып кеттік қой, бүгін бәрін процесстер автоматты түрінде жүргізіліп жатыр. Ертең осы, мысалы, объект, салынып жатқан объекті бәрі көре алады. Біздің электронды жүйемізде бәрі болады. Мысалы, осы уақытта бүгінгі 2-3 сәуірде 2 этаж, 2 қабат көтерілу керек деп. Бірақ оның бір-ақ қабаты бар. Сол кезде жазуға болады. Соны ары қарай уәкілетті орган өздері ары қарай шара қабылдайды. Ол алгоритм бар бізде. Депутат Тау Нұргүл. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым Мәди Төкешұлына. Мемлекеттік сатып алу туралы заңда шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап, күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде толық төлемақы жасау нормасы ұсынылады. Бұл бизнестің жұмысын тежеп, құқығын шектейді деп ойлаймыз. Себебі бір ай кешіктірілген төлем ол қомақты несие, ұжымдық келеңсіздік екенін ұғынуымыз керек. Осыған қатысты төлем мерзімдерін мәселен 15 күнге қысқартуға қалай қарайсыз? Екінші сұрағым, өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын, айыппұл, өсімпұл өндіріп алады. Ал тапсырыс беруші тарапынан төлем жасау міндеттемесін бұзған жағдайда тәртіптік жауапкершіліктен бөлек әкімшілік жауапкершілікті енгізу бойынша қалай қарайсыз? Пікіріңізді білгім келеді. Рахмет. Рахмет. Сұрағыңызға 30 күннен 15 күнге дейін төлеу уақытын азайтуға, қысқартуға былай біз жалпы дайынбыз. Оны біз өзіміздің қаржы министрінің ережесіне енгіземіз. Жаңа айыппұл бойынша оны қарастырайық, екінші оқылымға дейін оны күшейтуге болады. Депутат Зайытов Ринат Рифқатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға, құрметті Мәди Төкешұлы. Жаңағы менің сұрағымда әріптесім Асхат Қанатұлының бірінші сұрағының жалғасы деп түсінерсіз. Мына бізде мемлекеттік тапсырыс, осындай бір үлкен жобаларда ауылға құда келгенде алдынан арқан керіп жүгіріп шығатын жеңгелер құсап, самұрық қазына деген атып шығады бәр жерден. Самұрық қазына констракшн мысалы өздері тапсырыс беруші болғаннан кейін олар ажасы да қожасы да өздері болады. Содан кейін бір компания мысалы заңды түрде ұтып алса, оған жаңа мысалы енді Алматы облысы бойынша айтатын болса, ілдетайып ұнамаса бітті, ол компания жұмыс істетпейді. Әйтеуір қайткенде де онымен келісімшарт бұзуға реттеледі. Олар барып ары кетсе комплайнс қызмет қорына не болмаса бірдеңелерге шағымданады, оған әсер ететін осы самұрық қазынаға ешкімнің құзыреті жоқ, күші жоқ. Осы мәселені осы заңның аясында шешуге болады ма? Ең болмаса осылардың даулы мәселелерін бір мемлекеттік орган шешсе, негізінде осы самұрық қазынаның не қажеті барын көп түсіне алмаймын. Өйткені бізде әкімшілік бар, министрлік бар. Егер барлығын осы шешетін болса, онда олардың не керегі бар? Аналар бар болатын болса, мынаның не керегі бар? Осы жайында өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, осы заңның аясында шешу мүмкіндігі бар ма осы сұрақ? Ринат Рифқатұлы, сұрағыңызға рахмет. Айта кетейін, осы заңда осы сұрақты шешуге қазір болмайды. Оны біз жаңа айтып кеттім ғой, Асхат Қанатұлының сұрағында. Оны біз бір уақытта шешеміз. Алдымызда 1-2 жылдың ішінде шешеміз осы сұрақты. Заңды бәрін гармонизация қылып, бір заңға алып келгеннен кейін, соны ары қарай өзі шешіледі. Рахмет. Сөз депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Когда этот законопроект вошел в Мажилис, я как депутат ужаснулся качеству его содержания. Хуже проекта закона о госзакупках были только проект строительного и водного кодексов. Но благодаря профессионализму руководителя рабочей группы и ответственному отношению моих коллег-депутатов, которые внесли свои замечания и предложения, этот слабодышащий законопроект получил человеческий облик.
Сейчас, в настоящий момент, нельзя не отметить положительные его стороны. Есть в них положение об общественном контроле, автоматизации закупок, развитии электронного магазина, есть предложение по обеспечению прозрачности госзакупок. Но даже сейчас, несмотря на внесенные предложения депутатов, проект закона, мягко сказать, слабый и не полностью создает для бизнеса безопасные правовые условия от коррупции, спекуляции и вмешательства лобби чиновников, организаторов государственных закупок. Вот. И большинство детализирующих норм не отражены в проекте закона. И разработчик по концепции планирует детализировать их в подзаконных актах. В качестве примера, в самой пояснительной записке от 23 сентября 2023 года указано, что процедурные положения будут установлены на уровне правил. Но, к глубокому сожалению, на рабочих группах мы эти правила не увидели. Хотя, в принципе, министерство должно было зайти в мажилис не только с проектом закона, но и, соответственно, этими правилами. И у нас возникает такой риск. Не рискуем ли мы, что завтра на подзаконном уровне, на уровне подзаконных актов, акимы и другие организаторы государственных закупок под себя будут прописывать эти правила? Это, конечно, нас не устраивает и не будет устраивать в дальнейшем. Мадит Акишевич, на вас возложена огромная ответственность изменить парадигму государственных закупок. Не в интересах финансово-промышленных групп, олигархов, коррумпированных чиновников, которые доселе наживались на государственных закупках. Вы должны изменить парадигму государственных закупок в интересах народа и только народа. Не торопитесь по второму чтению. Пусть законопроект после первого чтения пройдет детальное обсуждение с депутатами. Пригласите всех экспертов, всевозможные союзы, ассоциации, которые не смогли высказаться, а их много. Проработайте. Все мы должны понимать, что этот проект закона о государственных закупках – это своего рода водораздел между старым Казахстаном и новым Әділетті Казахстаном. Все зависит от нас. И несмотря на эту критику, призываю коллег поддержать с авансом этот законопроект. Рахмет. Сонымен талқылау аяқталды. Талқылауға қатысам дейтін басқа депутаттар көрінбейді экранда. Талқылау барысында осы заң жобаларын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде ұсыныс келіп түсті. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, қаулыларға жеке-жеке дауыс берейік. Бірінші кезекте мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 89 депутат, жақтағандар 89 депутат, шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сатып алу және заңнамалық актілерді нормалардың артық заңнамалық регламенттелуі тұрғысынан ревизиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 87 депутат, дауыс бермеген 1 депутат, жақтаған 86 депутат, шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулы дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 88 депутат, жақтағандар 88 депутат, шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, бүгін біз өте маңызды заң жобасын қабылдадық. Мемлекеттік сатып алу жүйесін қайта қарау мәселесі көп жылдан бері бұл көтеріліп келе жатқан мәселе. Тиімсіз, сонымен бірге жөн жосықсыз
рәсімдер салдарынан құрылыс жұмыстары тым ұзаққа созылып жатқан ол өздеріңіз біліп отырсыздар оны. Әр тендердің процесі артынан соттың процесіне ұласып жатады. Осы мәселе депутаттардың өңірлерді сайлаушылармен кездесулерінде жиі қозғалып отыр. Жаңағы айтқандай, тіпті кейбір құзырлы органдар тендерге қатысушылардың арыз шағымын қарауды да бизнеске айналдырып кеткендей болып отыр. Оны өздеріңіз бүгін әңгімелеріңізде айттыңыздар. Сондықтан мектеп, аурухана құрылысы, жолдардың салынуы сол ұзақ жылдарға созылып жатыр. Бұл бизнес пен жұртшылықтың наразылығын тудырып отыр. Бұл мәселелерді біз әр ауылға шыққан кезде, әр ауылда осы мәселені көтергенін жұртшылықтың өздеріңіз елдерге барғанда елді мекендерді көріп отырсыздар. Сондықтан сатып алу процесін түбегейлі реформалау жөнінде президент бірнеше рет айтқан болатын, үкіметке тиісті тапсырма берілді. Міне соның нәтижесінде, президент тапсырмасының нәтижесінде бүгін міне депутаттардың белсене ат салысуымен жаңа заң жобасы әзірленіп, бірінші оқылымда біз мақұлдадық. Бұл заң жергілікті жерлерде туындайтын түйткілді мәселелердің шешуіне оң ықпал тигізеді деп мен ойлаймын. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алу саласындағы ахуалды едәуір жақсартуға септігін тигізетіні анық. Әріптестеріміз ол жайында бүгін жан-жақты айтып берді. Бүгін жақсы талқылау болды. Енді заң жобасын тезірек пысықтап, екінші оқылымға шығару керек. Жаңағы асықпау керек дегенге мен қосыла алмаймын, бірақ тез жұмыс істеп, бірақ та сапалы жұмыс істеуге де болады ғой. Сондықтан өңірлердегі бизнес қауымдастығы мен тұрғындар ұсынылған өзгерістер туралы олардың пікірлерін де біз назарға алуымыз керек. Сондықтан бас комитет өңірлерге де барып, көшпелі отырыс өткізгені жөн деп мен ойлаймын. Өңірдің де біз өңірдегі азаматтар солар бірінші кезекте осы проблемаларға кездесіп отырған. Сондықтан олардың пікірлерін біз білуіміз керек. Бұл жаңа заңның іс жүзінде қолданылу үшін де өте пайдалы болады. Енді жұмысымызды осы қарқында әрі қарай жалғастырайық. Шақырылған бүгінгі азаматтарға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі мәселеге ауысайық. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс, бұны қарадық қой. Сонымен біз күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарап болдық, құрметті әріптестер. Енді депутаттық сауалдар қалды бізде. Соған көшейік. Оның алдында сағат 13:00-де бізде регламент бойынша үзіліс болу қажет. Үзіліс жасаймыз ба? Жасаймыз ба? Онда аяқтайық. Онда депутаттық сауалдарды жариялауға көшейік. Сөз депутат Толықбаев Мақсат Мәлікұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, қазір еліміздің тең жартысы қарғын судың астында қалды. Сол баяғы жылдағы әдет, көктем келет, үкіметтің көп уәдесі көлкіп суға кетеді. Тасқынға тас түйін дайынбыз, төтенше жағдай болса төтеп береміз дейтін көпірме баяндамалардан көк түйін пайда жоқ. Осыған байланысты мәжілістің бір топ депутаты су басқан өңірлерге барды, мән-жайға тікелей қанықтық, тұрғындармен кездестік, алдағы уақытта да жағдайды бақылауда ұстайтын боламыз. Апат айтып келмейді дейміз, бірақ қардың қалың жауғанын көз көрді ғой. Мәселе жергілікті әкімдіктер мен үкіметтің арасында байланыстың жоқтығында, салдарымен ғана күресіп жүрміз. Топан су мен сел тұрмақ әлемде цунами, вулканнан қорғанатын шараларды қабылдаған елдер бар. Ал біздің кейбір аудандарда дайын тұруы тиіс қайық пен су етіктің өзі атымен жоқ. Үкіметтің сондағы резерв қайда? Төтенше жағдайлар министрлігінің нормативі орындалмаған. Әкімдік пен министрліктердің арасында байып баға жоқ. Екіншіден, су саласында білікті маман тапшы. Бір ғана болжаммен еш нәрсе шешілмейді. Гидролог, гидротехниктердің кешенді жұмысын көрмедік. Яғни ғалымдарға жағдай жасалмай, еш нәрсе түзелмейді деген сөз. Әр салада өзінің маман отыру керек. Жоғарыда айтқандай, біз күні кеше мәжілістегі әріптестерімізбен бірге халықтың жай күйі мен осы бағытта қолға алынып жатқан шаралармен көзбе-көз танысу үшін Орал, Арқалық, Ақтөбе, Ұлытау, Қоянды және тағы да басқа өңірлерді аралап қайттық. Көргенімді айтайын. Былтыр дәл осы уақытта Қобда ауданындағы топан су шайып кеткен бірнеше үйге Аманат партиясы тарапынан құрылыс материалдарына дейін әперіп, баспана салдыртқан едік. Өкініштісі, сол үйлер тағы да суға кетті.
Себебі Қобдадағы құрылысы басталған дамбаны жергілікті прокуратура құжат дұрыс емес деп тоқтатып тастаған. Сондай-ақ тағы бір мәселеге көңіл бөлу керек. Ақтөбе облысындағы су басқан Құмсай ауылында мұнай компаниясы шлюзді бітеп тастап, тасыған суды ауылға қарай әдейі бұрған. Шлюз әдейі жабылғанын айтып отыр тұрғындар. Біз де көзбен көрдік, бұл мәселені жіті бақылауға алу қажет. Дәл осындай жағдай басқа да өңірлерде болуы тиіс. Бас прокурорға да жеке хат жолдаймыз. Сонымен қатар, жалпы баспанасы жермен жексен болып, бала шағасымен босып кеткен ағайынның тағы бір арыз, арман жеткізейін. Мемлекет басшысының ешкім назардан тыс қалмайды, зардап шеккен тұрғындарға түгел көмек көрсетіледі дегені дертке дауа, көңілге медет. Бірақ комиссия шығынды есептейді. Үйлер салынғанша қанша уақыт кетеді әлі? 4-5 ай уақыт бар. Осы кезде малмен жан бағып отырған ағайын 4 түлігін тастап қайда барады? Малы өрісті, өздері аудандағы колледжде жайбарақат жатпайтыны белгілі. Ертең елдің есін шығаратын тағы бір мәселе бар. Алыстағы ауылдарда суға кеткен үйі, кейбір үйлердің әлі күнге дейін құжаты жоқ. Қора қобысы мен құлағында сырғасы жоқ малдар туралы мен айтпай ақ қойын. Қазақ ауылында қай қорасында құжат жасатқан еді, қай тауығында құжат бар. Оларды қайтеміз. Осы жайында ойластыруымыз қажет. Құрметті әріптестер, биылғы тасқынның беті қатты. Төтеннен келген топанға ешкім бейжай қарап отырған жоқ. Осындағы барлық партиялар, әлеуметтік желідегі белсенді азаматтар, мыңдаған еріктілер бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай жұмылып, көмек жинап, халыққа үлестіріп жатыр. Кейбір әріптестеріміз сол әлді өңірлерде жүр. Біз осы жолы шалғай ауылдарда құтқарушыларға ыстық тамақ дайындап, шұлғауы мен шұлғына дейін әкеп беріп жатқан жергілікті халықты көрдік. Әсіресе күн түн демей, қаптап бөгет жасап, әбден қажыған әрбір ауылдың азаматына рахметімізді айтайықшы. Алайда қауіптің басы қайтты деуге әлі ерте. Алда солтүстік Қазақстан облысы бар. Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары тұр. Қатонқарай, Марқакөлде 2 метр қар жауған білесіздер. Торғай даласында көрдіңіздер. Ел қатынайтын жалғыз күре жолды су алды. Тікұшақпен үлкен техникалар ғана жүре алады. Сондықтан осы өңірлерді қажетті азық түлік, дәрі-дәрмек, жем-шөп қорымен қамтамасыз етуді жіті назарда ұстау керек. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, үкіметке келесі ұсыныстарды жолдаймыз. Қазақстандағы барлық өзендердің жағасының ерекше су қорғау аймағын 4 шақырымға дейін ұзарту және тұрғын үй салу, жер бөлу кезінде өзен көл су қоймасының жағасынан қашық әрі биік жерлерге қоныстандыру. Әрі және таулардан ағатын трансшекаралық сулар құйылатын өзендердің қар мен жаңбыр суы қосылғанда тасып кетпеу үшін жасанды арналар жасау. Аса қауіпті аймақтарда су қоймаларын салу. Сондай-ақ су соратын насостар. Микрофон қосыңыздар депутаттың. Үшіншіден, өзен көлге жақын орналасқан ауылдарды қажетті техника, қайық және арнайы формалармен қамтамасыз ету. Төртіншіден, гидротехник инженер мамандарын дайындауға көңіл бөлу. Бесіншіден, биылғы төтенше жағдай жарияланған жерлердегі шаруалардың барлық ауыл шаруашылық несиелерін төлеуді 3 жылға дейін шегеру мүмкіндігін қарастыру. Құрметпен парламент мәжілісінің барлық депутаттары. Өте маңызды сауал. Бұл сауал жалғыз мақсат толықпайды емес, бүкіл депутаттардың, мәжіліс депутаттардың атынан деп есептейміз, солай ғой? Шында биылғы су тасқынның жаңа мақсат толықпай айтқандай қарқын өте қатты. Соңғы 30 жылдағы ең үлкен, ең масштабты су тасқынның бірі деп сарапшылар айтып отыр бүгінгі күнде. Сондықтан біз ел болып, бірігіп, бүкіл мемлекеттегі барлық ресурстарды жұмылдыруымыз қажет. Соның ішінде депутаттар бүгінгі күнде ішінде жүрміз. Қазір осы пленарлық отырыстан кейінде бірқатар депутаттар сол су тасқыны болып жатқан өңірлерге қазір сапар шегетін болады. Сол елдің ішінде болып, осы жұмысты ұйымдастыру, қадағалау, елге қызмет көрсету, моральдық, материалдық көмек көрсету, соның барлығы біз ішінде болуымыз қажет. Осы кейін бұл жедел шаралар әрине, бірақ кейін жүйелі шараларды осы су тасқын өткеннен кейін оларды да біз қолға алуымыз керек, үкіметпен, жергілікті билік өкілдерімен бірге. Бүгінгі күнде осы су тасқыны мәселесі мемлекет басшысының тікелей бақылауында, оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірнеше жиын өткізді, тиісті лауазымды тұлғаларға
өзінің бағасын берді, қатаң жазалады. Енді оның барлығы бүгінгі күнде мемлекет басшысы осы мәселені өзінің бақылауында ұстап отыр. Сондықтан біз де сол мәселенің жанында болып, елдің ортасында болуымыз керек деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі жүретін азаматтардың жолы болсын деп айтқым келеді.